Kendiniz bizim ağzımıza ağzından kıyrak nasıl kızlar böyle vaktinde. Hürmetli tındaşlar, hazır biz Abu Ali klinikasındamız. Hazır sizin tilden aslında kanalı prosedurasını ko'rsatamiz biz. Tilden aslında kanalı degeni bu öte mangızlı narsa da bu. Потому что avrudun bari adam ağzından kiradi. Avru aslan davuk qandirasdan degan Қазақта maqol bor. Точно. Потому что avrudun 90% başlık Қазақтың ауырып жатқаны тамақтан болған да қазір. Кім не жеуін білмейді. Бірақ әйтеуір жесе болды. Адам денсаулығы үшін жеу керек те, жеу үшін жасамайды адам. Жасау үшін жейді адам. Біздікі наоборот қазір. Адамдар так тамақ үшін жасап жатыр қазір. Тамақ жеу үшін. Көкемдікі қазір 4 институт болған көкем тамақтан болған үйінде. Жылқының етін ұра деген, қойдың етін ұра деген үйде. Қазір тілдің астынан қан аламыз. Тілдің астында 14 тағын қазір көрім. Тілдің астында қазір қайда қой жеген, қайда жылқы жеген, қайда үндік жеген көрінеді қазір маған. Так, сол үндікті жылқыны қойдың бәрін шығарып тастаймыз қазір. Қазір как раз видеоға түсіреді. Так, көрсетемін сіздерге. Конечно, тілді обработка жасадық. Қазір біз перекспенен, так, бұл вообще ауырмайды көке. Бұл тілдің астына қан алудың ең бір қасиеті адамның мына бауырын тазалайды. Бауырын тазалағаннан кейін бұл бауыр білеміз лаборатория. Ол адамға қанды тазалап береді. Адамның қаны таза болғаннан кейін бәрі жері өзгере береді. Адам организмдегі. Бұл система. Ух деген сөз шықпасын көп аузыңыздан. Аллаға шүкір деу керек. Қана? Аллаға шүкір. Тоқтағай, айтсаң жалпы, Аллаға шүкір. Аллаға мың қадірлі шүкір. О, Аллаға мың қадірлі шүкір. Алла өзінің шипасын бере көрді көріп. Аллаға шипасын бере. О, болды. Әне, өзі бере береді көке. Қана, шығардың тілді деға. Так, бұлау сау көріне ма? Беп яқтына көрсін ма? Қазір бұлай көрсін. Жарты көрсет, жарты бұлай. Мына тамырлар пісіп тұр, мына тамырлар пісіп тұр. Шетеміз азын. Кеттім. Қанның реңі қап-қара көресің, қап-қара. Мына реңі қараң. Қанның реңінен білінеді уже. Ол көке. Ағзай ағзай. Иә? Ол вообще. Так, қазір бұл қан өзі ағып, өзі тоқтайды. Біреуден 50, біреуден 100 әртүрлі ағады. Өзінің состояниесіне қарап, өзі мөлшерімен алу керек. Уже қанның реңінен қарағанда уже білінеді. Тамырдың состояниесіне қарағанда білінеді адамның ішіндегі ауруы. Былай отырмыз. Болды ма жан?